Сәлеметсіздер ме, қымбат менің көрермендерім. Бұл мынау қыста керемет қою тағамда болсын, сұйық тағаммен болсын, дастарханда тұруға тиіс мынандай керемет қырыққабаттан жасалған, түрі де әсем, дәмі де күшті керемет салаттың түрін ұсынбақпын. Қараңыздар, мынау қатпарын қараңыз. Мынау қырыққабаттың аузыңызға салсаңыз шатыр шұтыр етеді. Соны қазір сіздермен біз болып жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Міне қазір бастайық. Міне қырыққабатты әдемілеп турап алу керек. Турау үшін бөлу керек. Міне мынау қатты жерін, сөйтпейтін жерін алып тастаңыз. Қалған жерін бәрін турай беруге болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарап тураңыз. Үлкендеу жасаймыз десеңіз, үлкен жасаңыз. Кішілеу жасаймыз десеңіз, кішілеу жасаңыз. Мен өзім ыңғайыма қарап турап жатырмын. Сосын бұны турап қоя салмай, бұны ашып тастау керек. Бұл жерде де қатты жерлері кездесуі мүмкін, алып тастаңыз. Мені қараңыз. Қалған жұмсақ жерлерінің бәрін қатты сынап тастаңыз арасында. Мына жұмсақ жерлерінің бәрін, қабаттарының бәрін алып тастаңыз. Міне жерде де сондай қабаттарының бәрін алып тастап, ыдысыңызға салып, осылай турап алыңыз бәрін. Мына қатты сынап тастаңыз. Міне сәбізді мынандай пышақтың құрылғының күшімен әдемірек болсын деп кесіп жатырмыз. Міне мынадай қызылшаны осыны ненің қолықсымен осындай пышақпен турасаңыз болады. Ондай керемет болып шығады. Бір әдем болып шығады. Осылай турай беріңіздер. Мынау сельдерей. Қараңыз, сельдерейді қалай алып турадық. Енді қараңыз, мынау сарымсақ. Сарымсақты да үлкен емес, кіші емес, арасында жүру үшін турау керек. Сельдерейді қоспасаңыз да болады, ол міндетті түрде емес. Бірақ мен жаңағы пайдалы өте күшті дегесін қосқалы тұрмын. Өздеріңізге байланысты. Қалай қосқыңыз келсе, не қосқыңыз келсе де өздеріңіз білесіздер. Міне мынандай пластмасса ыдыс алдым мен. Негізі эмальді ыдыс алу керек. Кастроль болсын, шелек болсын. Мен түбіне жаңа қырыққабатты салдым. Енді осыны рет-ретімен сала беріңіздер. Сәбізіңізді қосыңыз. Мынау қызылшаңызды қосыңыз. Енді мынау сельдерей қосамыз. Сельдерей ағзаға өте пайдалы. Сосын мынау сарымсақты қосыңыз. Қайтадан капуста келеді бұл жерге. Келесі қабаты капуста. Енді бұған қайтадан сәбіз. Сәбізде керемет көркемдік береді. Сосын мынау қызылша. Бұл керемет дәмділік береді бұл. Мынау сельдерей. Сельдерейдің де дәмі керемет. Пайдалығын айтсаңыз шон. Сарымсақты айтпай-ақ та қойсақ болады. Ары қарай келесі. Келесі. Енді қабат тағы да
жаққа барды. Осылай сала беріңіздер. Міне мынау аяқ жағына кеп қалдық. Қараңыз. Міне аяқ жағына кеп қалдық. Бұл жерде 1,5 килодай кетті ау. Енді мына сәбізін салуымыз керек. Сосын мен селдерей мен сарымсағын саламыз соңғы рет. Сосын бізге мынау қызылша керек. Енді міне енді салып біттік. Міне тұра тұрады енді. Міне енді бұның тұздығын дайындап алу керек. Көріңіз, лавр жапырағы аздап қара бұрыш, қоңыр бұрыш, сосын мынау не қосып жібердім, гвоздика. Оны қоспасаңыз да болады. Енді бұл жерде 3 литр су бар. 3 литр суға, мынандай әр литр суға 2 қасық тұз салады екенсіз. Біреу, екеу бұл 1 литрге кетті ма? Біреу, екеу, мынау 2 литрге кетті ма? Біреу, екеу, мынау 3 литр суға кетті. Енді бұл жерге мынау 250 грамм қант салдым. Қант аздап сасаңда, көпсек сасаңда бәрібір. Енді бұл отта қайнатып аламыз. От өткізіп қазанда. Мына енді қайнап шыққан суға, рассолына енді мынау алма уксусын қосып атым. Алма уксусының ешқандай зияны жоқ, білесіздер. Сондықтан араластырыңызда енді бұны құя бастаймыз ыстықтай. Қазір көреміз. Жетпей қалуы да мүмкін. Жетпесе тағы да жасауымыз керек бұл сұйықтықты. Бәрін жауып тұру керек бұл. Толық. Мына ыдысымызды жауып тұру керек. Жететін сияқты. Қазір көрейік. Ертесіне ашсақ бұл не болады? 40 қабатта сөлім бөледі. Жүрде бәрі сөлім бөлуге тиіс. Жетті, жетіп артылды. Енді бұл жерге үстіне үлкенде 30 құю керек. Міне даже көп кетті суы даже. Артылып қалды суы. Алып тастаңыз, су көп кетсе қолыңызда алып. Әйтеуір шетіне шығып кетпесін әйтеуір. Енді міне басып тұратын болу керек мынау қауыстаның аяғына дейін. Енді бұның тағы да суын алуымыз керек екен. Себебі қазір үлкен ыдыс қойсақ үстіне, сонда су көп кетеді, сыртына шығып кетеді. Оны бұндай салат істеген кезде бұндай нюанстар болып тұрады. Себебі бұндай болып тұрады, осы несін істелуіне байланысты көріп тұрасыз. Енді бұның үстіне мынандай қыста жаққан компотымызды жабамыз. Міне. Енді ертең көреміз, бұл бір күн тұрсын. Ертең көреміз, елемән жұрт еш болса не болатын. Міне, 2 күн үй ішінде тұрды. Сосын үй температурасында тұрды. Сонан кейін далаға шығарайын деп тұрмын. Қараңыз. Керемет. 40 қабат болған ғой. Қатпарына дейін қызыл. Қараңыз. Қып-қызыл түске боянып, дәмі керемет болған. Сусынын көрсеңіз, сусыны да керемет.
соны ішсеңіз қышқыл бір әдемі дәм береді. Содан кейін мынау тісі нашар біз сияқты қарт адамдарға ыңғайлы ғой деп мына құрылғының көмегімен әдемілеп блендерден өткізіп қойдым. Міне ауызға саястап керемет, кез келген тамаққа, сұйық болсын, қою болсын, тамақтарға қосып жей бересіз. Енді интернет желісінде бұның түр-түрі, дайындалуының түр-түрі өте көп, бірақ менің бүгінгі осы дайындалған жолын көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.